Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетіп, әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер осы тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Міне 30 мың көрерменге жақындап қалдық, соған ат салыссаңыздар деп сұранамын. Көп рахмет. Ал тақырыпқа келетін болсақ, өте нашар жаңалық сіздерге айтқым деп тұрғаны, бұл мынау Ресейде тасып жатқан сумен біздің қазақ еліне, қазақ жеріне мынау кислотамен, қышқылмен ерітілген уран кіріп жатыр. Содан сақ болыңыздар деп бүгін шығып тұрмын. Бұны дабыл қаққаны Ресейдің жаңағы экологтарының қашан, ал бірақ мына оны құлағына іліп атқан я Ресейдің билігі жоқ, я Қазақстанның билігі жоқ. Сол үшін халқым өз күніңді осыған дейін де көріп келе жатсын. Қазірде өте абай болыңыздар. Бұл жаңағы Тобол, Қорған облысындағы сол жерде жер қойнауында өз еркімен шығып жатқан уранның жаңағы кислотамен ертілген сол жерді су, мынау тасқын су Ресейдегі шайып өтті. Сол су қазір міне қазақтың жеріне де жетіп жатыр. Жайық жағасынан тасып жатыр. Міне бір айдың көлемі болды, ал билік әлі титтей ештеңе істеген жоқ. Тек бұл жаңағы ақша есептеп, шығынды есептеп, сомен әлек болып жүр. Халық өз күнін өзі көріп жатыр. Халқым, көрдіңіздер ғой, көріп отырсыздар ғой, осыған дейін де көрдіңіздер. Міне өз күнің өзіңмен, өзіңе ғана сен, ешкім келіп саған ештеңкені істеп бермейді. Сол биліктің өзі де бір саусағын қимылдатып жатқан жоқ. Тек халық, көршілес елдер, оның ішіндегі көршілес елдің ішіндегі де тек қана халық көмектесіп жатыр қазір халыққа. Биліктері емес олардың да. Сол үшін халқым, бірігіңдер, бір болыңдар, бірлігіңді арттырыңдар. Сөйтіп Аблязов айтқан, ұяшықтарды құрып, ортамызды кеңейтіп, алда келе жатқан X күніне сақадай сай тұрыңыздар, ортамызды толтырыңыздар, ортаға кеп қосылам деген кісілерді сыртқа теппей, ішке қарай, өзімізге қарай тартыңыздар. Сөйтіп бейбіт те берекелі күнімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі.